Қарын орама жасаймыз. Бізге керегі ет, құйрық май, пияз, сарымсақ, қып-қызыл болгар бұрыш, сәбіз және тап-таза жуылған қарын. Қарынды тұзға, кейін сірке сумен лимон шырынына жібітіп жусаңыздар, иіс қоңыз шырыштан түк қалмайды. Қарынды қалайтын бетіне қаратып жаямыз, ұнайтын дәмдеуіштер қосып, қара бұрышпен бұрыштап, тұзбен тұздап, сарымсақты майдалап, ет пен құйрық майды жұқалап турап орналастырамыз, үстіне ұзыншалап туралған көкөністерді саламыз. Қайтадан тұзы бұрыш сарымсақпен дәмін келтіреміз, қарынды нығыздап ораймыз. Орай сала жіппен барлық жағын ашылып кетпейтіндей байлап шығамыз. Мұздатқышқа қойып, кейін асса да керемет, 3,5 сағат баппен қайнатамыз. Бу бұрқырап піскен хош иісті ыстық қарын орамасының өзі де, сорпасы да ағзаға өте пайдалы, құнарлы, күш-қуат беретін тойымды, алуан түрлі дәруменге бай деликатес. Ыстық күйінде де салқын тағам ретінде де ұсынса болады.